Егер сізге бір парақ пен бір қаламды беріп, соңғы 3 күндегі сөзіңізді есіңізге түсіріп жазып шық десе, қанша парақты жазып шығатын едіңіз? Бір парақ, 2 парақ, мүмкін 3 парақ шығар. Мен өзіме эксперимент жасап, 1,5 парақты ғана толтыра алдым. Неге біз өз сөзімізді өзіміз ұмытып қаламыз? Құпиясы неде? Ұзақ мерзімде есте сақтау үшін не істеу керек біз? Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Рахымбаев Айдын. Ұстаз тілегі ғылыми-әдістемелік орталығының сарапшысы боламын. Бүгінгі түсірілімде мен сіздерге ұзақ мерзімде есте сақтаудың жақсы бір технологиясымен таныстыратын боламын. Бұны білу арқылы сіздер кез келген мәліметті оқыған кезде ұмытпайтындай, ұзақ мерзімде есте сақтайтындай боласыздар. Тек осыны бірге-бір қолдансаңыздар болды. Бұл кімдерге пайдалы? Бірінші, ұбт-ға дайындалатын оқушылар үшін және біздің ұстаздарға, яғни аттестацияға дайындалған кезде осы технологияны қолдана аласыздар. Және де қысқа мерзімде есте сақтаудың пайдасы жайында айтып кететін боламын. Ендеше бастаймыз. Ұстаздар көбінесе сабақты жақсарту үшін Абрахам Маслоудың пирамидасын қолданады. Ол жерде сабақты жақсылап түсініп, яғни оқушылар есте сақтау қабілеттерінде арттыру үшін мынандай тәсілдер қолданылады. Мысалы, Абрахам Маслоудың пирамидасының ең бірінші жоғарғы жағында дәріс тұр. Дәрісті оқыған кезде оқушылар 5% ғана материалды игере алады. Ал егерде өздері оқитын болса, онда 10% ғана игереді. Сонымен қатар аудиовизуалды 20%, көрсетілім болса 30%, талқылау болатын болса өзара 50%, ал практикада өздері жасап көретін болса 75%. Ең тиімдісі ол оқушылардың өздері біреуге түсіндіре білуі, немесе кез келген адам өздерінің істерін, яғни түсінген дүниесін біреуге түсіндіре білсе, бұл 90% информацияны есте сақтап және оқуын жақсарта алады екен. Бірақ бұл тек қана оқу барысында ғана қолданылады ғой. Яғни оқу материалды қолданған кезде, игерген кезде, осы өте тиімді болып табылады. Абрахам Маслоу осыны негіздейді. Бірақ бізге осы информацияны алғаннан кейін ары қарай ұзақ мерзімде есте сақтау үшін не істеу керекпіз деген мәселені шешіп бере алмайды. Бұл үшін не істеу керекпіз? Сонымен ұзақ мерзімде есте сақтау үшін не істеу керекпіз? Алдындағы Абрахам Маслоудың пирамидасы ол сол кездегі, оқу кезіндегі оқу материалын игеру үшін ғана қажет екен. Бірақ ол жерде ұзақ мерзімде есте сақтау қабілетін арттырудың проблемасын шешпейді. Бұл кезде бізге көмекке келетін немістің психологы Герман Эбингауздың кестелері. Яғни ол 2 кестеден тұрады. Біріншісі ұмытшақтық кестесі, екіншісі ол ұмытшақтықпен жұмыс жасаудың арттырудың алгоритмдік кестесі. Мына кестеде көріп тұрғандарыңыздай, бұл Эбингауз бойынша ақпаратты ұмытудың қисқыздығы. Яғни біз кез келген ақпаратты оқыған кезде, немесе түсінген кезде, ең бірінші 100% біліп тұрамыз. Кейін уақыт өте келе ұмытатын боламыз. Мысалы, кестеге қарасаңыздар, 20 минуттан кейін 60%-ға ғана есімізде қалады. 1 сағаттан кейін 42% ғана есімізде қалады. 1 күннен кейін 34, 2 күннен кейін 25, 3 күннен кейін 21, 1 айдан кейін 20% ғана есімізде қалады екен. Енді осының күресудің жолдары бар ма? Неміс психолог Герман Эбингауз осы проблеманы шешу үшін зерттеу жүргізген. Өмірінің жартысын осыған арнаған екен. Сөйтіп, осы кестенің негізінде келесі кестені құрады. Яғни ұмытшақтықтың проблемасын шешудің мынандай бір алгоритмді қайталауы бар екен. Бұны ұзақ мерзімді есте сақтауға арналған алгоритмдік кесте деп атайды. Бұл бойынша ең бірінші кез келген мәліметті оқығаннан кейін 20 минуттан кейін бірден қайталау керек екенсіз. Одан кейін 1 күннен кейін 2 күннен кейін 2 апта, 2 ай, осылайша ұзақ мерзімде есте сақтау қабілетінде кез келген информация, мәлімет қалып қояды екен. Міне жоғарыда айтылған неміс психологы Герман Эбингауздың кестелеріне сүйенетін болсақ, онда біз кез келген мәліметті ұзақ мерзімді жадыға өткізе алады екенбіз. Яғни бізге ол алгоритмді ұстансақ болды. Сондықтан психологтар тағы да қосымша мынандай да кеңес береді.
ең алдымен дейді, сіз кез келген мәліметті оқыған кезде ұзақ мерзімде есте сақтау үшін оның не жайында екенін түсіну өте маңызды дейді. Екінші, кез келген мәліметті оқыған кезде белгілі бір көлемде болу керек. Мысалы, сіз кітап оқитын болсаңыз, 50 беттен аспауы керек. Өйткені ол артық оқыған мәліметтер миыңызға салмақ түсіреді. Немесе ұбт-ны алайық. Егер ұбт-ға оқушыны дайындайтын болсаңыз, онда 100 сұрақтан немесе 100 жауаптан артық болмауы керек. Өйткені одан артықты ми қабылдамайды. Сондықтан көлеміне мән беріңіздер дейді. Үшінші, ара-тұра демалуды ұмытпау керек екен. Яғни әрбір 15-20 минут сайын 5 минутқа немесе 10 минутқа қыдырып, демалып, немесе басқа жаққа көңіл аударып, өзіңізді демалдырып тұрғаныңыз өте маңызды. Ол мидың демалуына кейін қайтадан күш алып, басқа мәліметтерді қайтадан игеруге, ұзақ мерзімді жадыға өткізуге көмектеседі екен. Сонымен қатар, біреуге айтуға тырысыңыздар дейді. Яғни сіз кез келген мәліметті ұзақ мерзімді жадыға өткізгіңіз келсе, онда біреуге айтуға тырысу керексіз. Сонда ғана сіздің миыңызға көбірек сақталып қалады. Одан да басқа мынандай бір кеңес бар. Мысалы, кез келген мәліметті оқығаннан кейін далаға шығып таза ауа жұту өте маңызды екен. Өйткені біздің миымыз оттегімен қоректенеді. Осы оттегі біздің есте сақтау қабілетімізді жақсы арттыра алады, немесе жұмысын жақсартуға көмектеседі. Сондықтан ара-тұра демалған кезде ауаға шығып таза ауамен жұтуды ұмытпау керек екенбіз. Міне осы кеңестерді және жоғарыдағы кестені ұстанатын болсақ, онда кез келген мәліметті ұзақ мерзімде есте сақтауға өткізе алады екенбіз. Жоғарыда уәде бергендегідей, қысқа мерзімде есте сақтаудың пайдасы жайында айтып кеткім келіп отыр. Қысқа мерзімде есте сақтау бізге өте пайдалы екен. Неге дейсіздер ғой? Егер біз бүкіл өміріміздегі мәліметтерді еске сақтай беретін болсақ, яғни ұзақ мерзімде есте сақтауда болса, онда біздің миымызда ауытқушылық пайда болады екен. Яғни біздің миымыз процессор сияқты белгілі бір мәліметтерді ғана қабылдап, соны ғана көтере алады. Ал одан көп болатын болса, онда біздің миымыздың жұмыс жасауы өте ауырлайды, немесе салмақ түседі. Сондықтан адамның миы белгілі бір информацияға ғана шектеулі. Яғни біз белгілі бір информацияны белгілі бір қысқа уақыт аралығында ғана сақтай аламыз. Сондықтан да ми өзін-өзі сақтап қалу үшін артық информацияны өшіріп тастай отырады екен. Яғни біз бірнеше рет қайталамасақ, онда оны керек жоқ деп санап, өшіріп тастап отырады екен. Сөйтіп, ми өзін-өзі сақтап отырады екен. Міне осы арқылы ғана біз артық информациядан құтылып, тек керектісін ғана ұзақ мерзімді жадыға өткізіп отырады екенбіз. Енді мен сіздерге ұзақ мерзімді есте сақтаудың зияндығы жайында қысқаша айтып кеткім келіп отыр. Мынандай бір оқиғалық мысалды келтірсем. Кезінде Англияның атақты із кесушісі Шерлок Холмсқа оның жанындағы серіктесі доктор Ватсон былай деп сұрақ қояды. Құрметті Шерлок Холмс, сіз Коперникті білесіз ба дейді. Жоқ, мен оны бір жерден естіген сияқтымын, ол кім еді дейді. Қалайша сіз осыншама ұтқыр ойыңызбен, атағыңызбен 5-ші сыныптың бағдарламасындағы қарапайым сұраққа жауап бере алмайсыз. Коперник дегенді кез келген 5-ші сыныптың баласы біледі ғой деп таңғалады. Сонда Шерлок Холмс былай деп жауап берген екен. Білесіз ба, доктор Ватсон, менің миым ол қоқыс жәшік емес. Яғни кез келген информацияны сақтайтын жер емес. Мен ол жерге өзіме керекті дүниені ғана сақтаймын. Және керекті кезде сол жерден алып аламын. Ал енді сізге Коперник қажет болатын болса, онда сіз не істейсіз деген сұраққа, ол кезде міне мен барып сол Коперник жайындағы мәліметті сол кезде ғана оқып аламын. Ал оған дейін маған ол қажет емес деген екен. Сондықтан бұл жердегі философиялық көзқараспен келетін болсақ, біз кез келген информацияны ұзақ мерзімде есте сақтауға өткізе бермеу керекпіз. Ол миға қатты салмақ келтіреді. Сондықтан қысқа мерзімдінің де, ұзақ мерзімде есте сақтаудың да екеуінің балансын, яғни тепе-теңдігін сақтағанымыз жөн. Сонда ғана біздің миымыз жақсы жұмыс жасайтын болады. Сондықтан өзіміздің ойымызды, өзіміздің жадымызды сауатты қолдануға үйренейік. Ал сіздер есте сақтау қабілетін арттырудың басқа да қандай технологияларын, әдіс тәсілдерін білесіздер? Комментарий бөліміне жазып кетуді ұмытпаңыздар. Айтпақшы, бүгінгі видеоның қанша пайызы сіздің есіңізде қалды? Егер есіңізде қалмаса, онда видеоны қайталап көріп, өзіңізді тексеріп көріңіз. Дәл қазір есіңізде тұрғанда, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыз.
Сіздермен болған Рахымбаев Айдын ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығының сарапшысы. Сау, саламатта болыңыздар.